Сәлем достар, бүгін сіздерге Facebook'тан реклама кабинетіне қалай өтеміз және ADS менеджерда қалай жұмыс жасаймыз, соны пошагово түсіндіретін боламын. Браузерді ашып, Facebook'ымызға кіреміз. Сол жаққа қарай жүрсеңіз, ADS менеджер деп жазылып тұрады. Немесе 9 нүкте все деген жазуды көресіз. Соны бассақ, бізге осындай терезе ашылады. Соның ішінде ADS менеджернің бизнес менеджердің окошкалары осы жерде тұрады сол жағында. Және создать деген кнопка бар мына жағында. Создать деген кнопканы бассаңыз, бірден реклама жасауға болады. Рекламамызды бірден жіберуге болады ADS менеджерден. Мен осыны бастым. Создать деген кнопка арқылы бізге ADS менеджер ашылады. Осы жерде бізге цель дейді, 6 мақсаттың түрі ашылады. Осы цельдер арқылы біз рекламаны жібереміз. Узнаваемость, енді өзі аты айтып тұрғандай, сіздің парақшаңызды немесе бизнесіңіздің танымалдығын арттыру үшін қолданылады. Трафик, вовлеченность, лиды, продвижение, приложение және басқа продажи деген 6 мақсат. Біз трафик мақсатын бүгін қазір көрсетемін. Трафик мақсатымен реклама жіберетін боламыз. Осы жерде бірінші компанияны құрамыз. Атын жазып алсақ болады. Название компания, осы жерге жіберейін деп отқан рекламаңыздың атын жазасыз. Таргет деп жаздым мен. Және ары қарай мына категория дегендерді таңдамайсыз. Олар бізге керек емес. Аукционда керек емес. Тестировать еткен кезде АБ тест вариантын қолдансаңыз болады. Және келесісінде қолдансаңыз болады. Енді ары қарай группа объявлениеда названиясын жазасыз тоже. Бізге келесі терезе ашылды. Группа объявлений. Осы жерде біз трафик мақсатын таңдағандықтан енді сайтты қолданамыз. WhatsApp'ты қолдансаңыздар да болады. Ол үшін WhatsApp сіздің бизнес парақшаңызға жалғанған болу керек. Және Instagram парақшаңызда жалғанған болу керек. Енді осы жерден бюджетін таңдаймыз. Бюджетін қоямыз. Күндік бюджетін минимум $5 қою керек. Сол кезде нәтиже жақсы болады. Енді астына қарай түссек, аудиторияны таңдайтын боламыз. Создать новую аудиторию деп, осы жерден местоположениеға Казахстан деп жазамыз. Оның ішінде бір қалаға ғана жіберсеңіз болады. Алматы, немесе бірнеше қалаға жіберсеңіз болады. Алматы, Астана деп таңдадым мен. Одан кейін қасындағы километрлерінде өзгертіп отырасыз. 40-50 километр болса, қалаға ғана емес, жанындағы ауылдарды да қамтиды. Сондықтан плюс 19-20 километр алсаңыз болады. Сол кезде тек қана қаланы алатын болады. Сол бір қаланы ғана. Немесе бір қаланың ішінде бір көшеге де жіберуге болады. Оны картадан өздеріңіз таңдайсыздар. Возраст 22 мен осы жерден өзгертесіздер. Қанша аралығында, жас аралық жасын таңдайсыз. 22 мен 65-ке дейін деп мен алдым. Пол барлық, барлығы. Елдер де, еркектер де барлығы. Любого пола. Енді осы жерде өте күшті нәрсе бар, детальный таргетинг. Осы жерде біз аудиториямыздың қызығушылықтарын көрсетеміз. Бізге қандай аудитория керек екенін осы жерге жазамыз. Мысалы, косметиканың дүкеніне жіберетін болсақ рекламаны, таргетті косметика деп жазамыз. Және қасындағы күшті бізде волшебный кнопка бар, рекомендация деген. Соны бассақ, сөзді өзіміздің керекті ключевой сөзді жазамыз. Осы жерге, например, косметика деп жазсақ, рекомендация дегенді бассаңыз,
ол бізге басқа да осыған ұқсас сөздерді осы жерден тауып береді өзі. Солардың 2-3-еуін таңдайсыз. Салон красоты деп шықты, кожа деп шықты, міне астында. Соларды таңдап аудиториясының қызығушылығын көрсетесіз. Керек сөздердің бәрін осы жерге жазып аламыз, осылай. Сосын осы аудиторияны сохранить етеміз. Тілін таңдасаңыз болады, орысша немесе қазақша деген сияқты. Енді сохранить аудиторию деген кнопканы басамыз. Мен таргет деп сохранить еттім. Названиесін солай жазсаңыз болады. Енді келесі далее деп басамыз. Келесі бет бізге ашылады, объявление. Осы жерге алдын ала дайындаған креативтерімізді қоямыз. Текстімізді жазамыз. Названиесін жаздым, объявление, таргет. Осы жерде место размещения, группа объявления, да, жаңа место размещенияға біз вручную деген таңдаймыз, және Instagram дегенді таңдаймыз да. Лента, біз лентаға жібереміз екі жерге, және Stories, Reelsқа жібереміз. Лентаға постқа жібереміз, және интересныйға шығарамыз, немесе 6 жерге жіберсеңіз де болады. Instagram магазиніне және главный экран интересныйға. Біз 4 жерді таңдаймыз осы жерден қазір. Енді медиафайл дегенді таңдасаңыз, картинка немесе видеоны, баннерді немесе видеоны осы жерге қойсаңыз болады, креатив. Добавить медиафайл деп басамыз. Осындай окошқа ашылады. Біз загрузить деп өзімізге керек видеоны таңдаймыз. Мен видеоны таңдадым. 1:1 форматындағы видео болса дұрыс болады. Барлық форматқа осы жерден өзі форматын қолданып автоматически барлық форматқа бірден келеді осы жерде. 1:1 форматтағы видеоны таңдаймыз. Готово басамыз. Системаның өзінің ошибкасы шығып тұр. Это объявление будет показываться не во всех деп. Қазір системада обновление жүріп атқандықтан осындай кейде ошибкалар шығып тұрады. Ол системаның өзінің ошибкасы. Готово басамыз. Енді біздің видео жүктелді. Барлық форматқа сай келді өзі. Рекламамыз жүктелді, креативіміз. Міне оң жаққа қарасаңыз, лента, история, reels деп осы жақтан көрініп тұр. Енді основной текст деп астында жазылып тұр. Сол жерге алдын ала дайындалған рекламаңыздың текстін қоясыз. Енді мынау оң жақта барлығы көрініп тұр. Бізге рекламаларымыз пост вариантында, лента деп не. Астында stories, reels вариантында бізге көрініп тұр. Астына қарай түссек, URL сайт деп тұрады. Сол жерге Instagram'ымыздың сайтын қоямыз. Сілтемесін қоямыз, және жасыл кнопканы бассақ, опубликовать деген рекламамыз кетеді.